Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өзбек халқының өте дәмді әрі тойымды тамағы тұқым бәрәк істеп үйренеміз. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған су мен сүтті құйып, үстіне жұмыртқа мен тұз салып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне ұн салып, қамыр болғанша илейміз. Қамыр илегеннен кейін бетін жауып 10-15 минутқа демалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындайық. Бөлек ыдысымызға жұмыртқа, үстіне тұз, сүт және сұйық май салып, жақсылап араластырамыз. Мен сұйық майды басында қосуды ұмытып, соңында қостым. Сіздер ұмытпай, барлығын бірге қосып жақсылап араластырыңыздар. Қамырымызды бір қайтарып және 10-15 минутқа демалдырамыз. Енді 10-15 минут демалған қамырымызды жақсылап жұқалап жаямыз. Енді жайылған қамырды кесеміз. Кез келген формада кессеңіздер болады. Егер кішкентай қылып кесуге ерінсеңіздер, тура мантының қамыры сияқты қылып кесуге болады. Мен осылай стаканмен домалақ қылып кестім. Енді кесілген қамырларымыздың бір бетін ұнға батырып, саусағымыздың ұшымен екі шетін сулап, тура видеодағыдай екі шетін жабыстырып, ортасын ашық қалдырамыз. Қамырларымызды біріктірген кезде ортасы жабысып қалмас үшін міндетті түрде қамырдың бір бетін ұнға батырып, содан кейін жұмысқа кірісіңіздер. Міне қараңыздар, екі шетін біріктіргеннен кейін осылай ортасы ашық тұрады. Алдын ала осы қамырларды пісіретін отқа су қойыңыздар. Суларыңыз алдын ала қайнап тұрсын. Қамырлардың барлығын біріктіріп болдым. Енді салмасына ұмытқан сұйық майымды құйып, жақсылап араластырамын. Енді салмасын қамырлардың ортасына құюға ыңғайлы болу үшін салмасын осындай кішкентай шәйнекке құйып аламыз. Алдын ала қайнатылған суымызға тұз және сұйық май құямыз.
Енді қамырларымыздың ортасына салмасын құйып, салмасы ағып кетпейтіндей етіп жақсылап біріктіріп, суға салып, піскенше 10-15 минут қайнатамыз. Міне біздің қамырларымыз пісті. Енді жақсылап сүзіп аламыз. Барлық қамырларды сүзіп алғаннан кейін ыдыстарыңызға әдемілеп салып, кез келген тұздықпен дастарханға тартсаңыздар болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте қиын көрінгенімен, бір жасағаннан кейін барлығы оңай болады. Жасап көруге кеңес беремін, және де сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Өте тойымды әрі дәмді тағам. Сіздермен болған Алия, сау болыңыздар.